Қашанғы менің сабырымды сынайсың деп, Айсұлу Қайсар қызы үйінің табалдырығын аттай бере, ұлына тағы да үйлену туралы әнін бастады. Қашан үйленесің сен? Мына құрбымның қызы қандай жақсы, сыпайы, әдемі, пысық. Таныстырайық сендерді. Білем сенің құрбыларыңды, деді Ербол қабағын түйіп. Олардың бәріне бай күйеу керек, қыздарына жағдай жасап, өздері үйде отырып, салон мен мейрамханадан шықпайтындай. Жоқ, рахмет, керегі жоқ деп ашуланды ол. Өзіме қарапайым, адал қыз табам. Маған қарап, ақшамды санамайтын болсын. Сен мені өлтіргің келе ме деп анасы жүрегін ұстай айқай салды. Әкең қандай жуас еді. Әне, болды ол жуас. Қазір қайда өзі, деді ұлы мысқылдап, анасының жарасын басып. Менімен ойын ойнама, деді ол сабырмен. Жүрегің де, өзің де дін амансың. Тас жүрексің сен, деді анасы ашуланып. Тура әкең сияқтысың. Жарайды анашым, ұрыспайықшы. Ербол оны құшақтап, төбесінен сүйді. Жақсылап тамақ бер, болды. Міне, әйелің болса, сені өзі тамақтандырар еді. Басқа шетке сабылып жүрмес едің, деді Айсұлу Қайсар қызы шыдамай. Кейін айтқан жоқсың деме, деп күлімсіреді Ербол. Саусағын шошайтып, үстелге отырды. Ерболдың жасы 35-ке келген, бірақ үйленгісі жоқ еді. Ол үшін қысқа таныстықтар, өткінші қаттастар жеткілікті. Ал анасы соңғы кездері мазасын алып, үйленуге мәжбүрлемек болды. Келген сайын екеуі ұрсып қалатын. Кейде оның серлі қылықтары сәтсіз аяқталып, қыздарға емхана ақысын өзі төлейтін. Бірақ ол бай болғандықтан, оған бәрі де оңай еді. Сол байлығы да, оны да отбасылық жауапкершіліктен де құтқарып жүрген. Пәтеріне қайтып келе жатып, ол өз-өзіне сыбырлап ұрысты. Көрде тұр, әлі-ақ келем де, ана жолдан өтем, деді ол. Көліктерге мән берместен. Жаяу өткел де, бағдаршам да жоқ еді. Сондықтан Ербол тежей алмай, қызды сәл ғана қағып өтті. Бүгін не күн өзі деп ашуланып, көліктен жүгіріп шықты. Саусың ба? Я, кешіріңіз, деді қыз қорқып. Төменен қарап, көздері жасқа толып бара жатты. Сен енді осылай жүгіре берсең, аяғыңды сындырып тастаймын деп гүр етті ол. Бірақ қыздың жылап тұрғанын көріп, қолын созды. Тұр, жарайды. Қыз абайлап, оның қолынан ұстап, орнынан тұрды. Жолды қысқартайын дегем, айналама қарамаппын. Тағы да кешірім сұраймын. Және рахмет, мені қағып кетпегеніңізге. Мен де қатыгез емеспін ғой, деді Ербол жымиып. Қайда апарайын, кеттік, әйтпесе тағы кешігесің. Ой, ыңғайсыз ғой, деді қыз қолын сермеп. Бірақ ер адамның қараған көзінен кейін үнсіз көлікке отырып белдігін тақты. Маған орталық ауруханаға, деді ақырында. Ол жерде кімсің, деді Ербол көлікті айдай отырып. Тазалықшымын, деді қыз ұялып. Негізі медбикемін, жуырда қалаға көшіп келдім. Әзірге орын босамай жатыр. Уәде етті, босаған бойда мені алады. Неге ақталып тұрсың, деп күлді Ербол. Санитарлар да керек қой. Я, рас, деді қыз. Атың кім өзі, деді ол ауруханаға жақындағанда. Қақпа алдына тоқтаған сәтте Айжан жымиып, көлікпен жеткізгеніңізге рахмет, уақытында үлгердім. Қанша төлеймін, деді. Көп, өмір бойы өте алмайсың, деп күліп жіберді Ербол. Жарайды, былай істейік, жұмыстан кейін алып кетем. Бірге кешкі ас ішеміз, солай есептесеміз. Айжан біраз ойланып, жымиып басын изеді де, әйнекті есіктен ішке кіріп кетті. Ал маман, дайындал, келініңді қарсы ал, деді бизнесмен өз-өзіне күбірлеп. Ол бұл тазалықшыға үйленетініне еш күмән келтірмеді. Маған борщ, котлет пісіріп, үйді жинап отырады. Айтқаны келді. Айжан үшін мұндай ер адамның назар аударуы үлкен мақтаныш еді. Ал Ерболдың сырбаз мінезі, жылы сөзі, қамқорлық танытуы кез келген әйелдің жүрегін жібітетін. Айжан да қарсы тұра алмады. Ол тіпті оның үйленуге ұсыныс жасайтынын
күтпеген еді. Біз әлі бір-бірімізді дұрыс білмейміз ғой, деді ол таңырқап. Уақыт алда, бүкіл өміріміз алда, деп сеніммен жауап берді ер адам. Сол күні Айсұлу Қайсар қызы ұлын күтіп отырған, бірақ оның қасында бөтен қызды көріп таң қалды. Бұл кім деп сұрады ол. Таныс бол, бұл менің қалыңдығым Айжан, ал бұл менің анам Айсұлу Қайсар қызы. Енді бәріміз жақсы көріп тату болайық, деді Ербол күлкімен. Анасы қызды бастан аяқ шолып шықты. Қызым, сен осы тентек баламды қалай қолыңа түсірдің, деді таңырқап. Әрине, ерекше қабілетің бар шығар, солай де, деп күліп қойды Ербол. Әзірге ешкім көлігімнің астына өз еркімен түскен емес, бар құпиясы сол. Айжан ішке кірген соң Айсұлу ұлын шошаң етіп, маңдайын қағып, самайын саусағымен шеңберледі. Ербол болса иығын көтеріп, күлімсіреп, мен сені ескерткенмін ғой, дегендей қолын жайды. Айсұлу ұлын жақсы білетін, қырсық, айтқаныңды тыңдамайды, болмайды деп айтқан сайын керісінше істейді. Ол ойлады, көрерсің әлі, жалығып, өз деңгейіндегі қызды табар. Бірақ ана үміті ақталмады. Ербол шын мәнінде Айжанға үйленді. Той күні ол қалыңдығына гауһармен безендірілген жылан бейнелі білезік сыйлады. Бұл ерекше бұйым, деді ол. Мұндай дүние әлемде санаулы ғана. Мен оны саған арнағым келеді. Мұндайды тағатын жерім де, киетін киімім де жоқ қой, деді Айжан таңырқап. Онда қобдишада жатсын, кейде қарап сүйсінерсің, деп иығын көтерді күйеуі. Бұл оның әйеліне берген ең қымбат сыйлығы еді. Айжан бұрын мұндай сән салтанатты өмірде болмаған. Күйеуінің үйі қарапайым, бірақ талғаммен безендірілген. Ол үй шаруасын сүйіспеншілікпен атқарды, бірақ кейде көңіліне күдік түсіретін ұсақ түйектер табылып қалатын. Төсектің астынан шаш қыстырғыш, ваннадан ерін далабы, терезе алдынан тарақ. Сен менімен таныспай тұрып, періште болған дейсің бе, деп күлді Ербол. Әрине, менің әйелдерім болды, бірақ тек саған үйлендім. Сондықтан уайымдама. Айжан да сабырға келді. Ақыры ол ер адам ғой, ал өзі де. Ерболға дейін Айжанның да өмірінде махаббат болған, бірақ сәтсіз аяқталған. Сол оқиғадан кейін ол бәрін тастап қалаға кетіп, жалдамалы пәтерде тұрып, ауруханадан орын босауын күтіп жүрген. Айтпақшы қаласаң, жұмыс істемей-ақ қой, деді күйеуге шыққаннан кейін Ербол. Үймен ғана айналыс. Үймен не істеуім керек, деп таңғалды Айжан. Барлығын үлгеріп жүрмін ғой. Оның үстіне медбике орны кез келген сәтте босап қалуы мүмкін. Егер қарсы болмасаң, мен жұмыс істей берейін. Ең болмағанда уақытым босқа өтпейді. Үй, жұмыс, жұмыс, үй. Сен де мені әр қадам сайын қадағаламайсың, деп жымиып қойды. Бірақ Ербол үйленгеннен кейін де басқа елдермен көңіл қосуын тоқтатпады. Тек бір айырмашылығы, анасы енді оған қашан үйленесің деп мазасын алмайтын болды. Айжан пәтерге жайлылық қосуды қалады. Кейде өзі кілем, айна, ыдыс сияқты ұсақ түйек заттар сатып алатын. Мына кілем неге керек саған, деп ашуланды күйеуі. Онсыз да өмір сүрдім, әлі де жүре берер едім. Ал анау толық айна не үшін? Өзіңді сонша неге тамашалайсың? Кесе, шәйнек, түрлі түсті шүберектер. Үйімді ойыншық дүкеніне айналдырдың. Ақша жұмсайтын басқа жерің жоқ па? Ал өзі сол ақшаны көңілдестеріне сыйлыққа жұмсайтын. Ол шын мәнінде әйел мен сезімнің коллекционері еді. Бір күні тағы да көңілдесінің үйінен көңілсіз оралып, әйелін қарсы алдына отырғызды. Айжан, сенімен сөйлесуім керек. Бизнесте қиындықтар туды. Мұндай боларын күтпегенмін. Кешір, әзірге саған ақша бермеймін. Қарыздан түрмеге түспесем жарар еді. Ербол, соншалықты көппе қарыз, деді Айжан шошып. Аз емес, деп жасанды күрсінді ол. Шарықтаудан кейін бірден борыш батпағына түсуі тым ауыр. Не істейміз енді, деді Айжан. Мүмкін мен көмектесермін.
Ол күйеуіне сондай сеніммен қарады. Ербол тіпті сәл ыңғайсызданып қалды, бірақ ол сезім лезде өтті. Сен мұнда не істей аласың дейсің, деді ол сабырмен. Тек өтінем, ақшаны бекерге жұмсама, тек ең керегін ал. Ерболдың сөзі соншалық сенімді шыққандықтан Айжан оған толық сенді. Тіпті күйеуіне көмектесудің тамаша жолын ойлап тапты. Қосымша жұмыс істеп, қарыздарын өтеуге жәрдемдесем деді. Ауруханада Айжан әріптестерінен сұрай бастады. Үйге медбике не тазалықшы керек адамдарды білмейсіздер ме? Бірнеше байланыс тауып, сол уақытта ауруханаға жаңа дәрігер келді. Нейрохирург Алмат Махамбетжанұлы. Ол бірден ұжымның назарын өзіне аударды. Қыздар, не айтайын, мына жаңа дәрігердің тарихын естісеңдер ғой, деді бір медбике сыбырлап. Астана жақтан келген, өте білікті, жұмысына берілген адам екен. Бірақ әйелі шыдамай басқа еркекке кетіп қалыпты. Олар шетелге ұшып кеткен деседі. Ал ол бәрін тастап, жүйкесі сыр беріп, біздің мына шағын қалаға ауысыпты. Түсінбеймін, деді екіншісі. Осындай ер азаматтар да жалғыз қалады екен ғой. Осындай адамдарды түсінбеймін, деді бір медбике. Өзінен қашып не табады екен? Әйтеуір қайда барса да ішкі жанын алып кетпейді ғой. Кейде орта ауыстыру көмектеседі, деді Айжан сабырмен. Әр адам әр түрлі ғой. Бірі сатқындықты ұмытып, өмірін жалғастырады. Ал бірі өзін кінәлап, қай жерден қателестім деп ішінен күйзеледі. Мәссаған, сен нағыз философсың, Айжан, деп күлді медбикелер. Айжан дұрыс айтады, деп кенет арт жақтан дауыс шықты. Кейде расында жаңа орта адамды емдейді. Бұл жаңа дәрігер Алмат Махамбетжанұлы болатын. Ол Айжанның соңғы сөздерін естіп, келісімін білдірді. Ой, сіздің кіріп келгеніңізді байқамайда қалыппыз, деді қыздардың бірі. Өтіңіз, біз шай ішіп отырмыз. Алмат жайғасып отырды. Сол сәтте ол Айжанға көз тастап, жүрегі әлденені еске алды. Мектептегі алғашқы сүйіктісін, сол сияқты жылы жүз, сабырлы көзқарас, мейірімге толы күлкі. Естуімше, сіз қосымша жұмыс іздеп жүрсіз бе? Деді ол жұмсақ үнмен. Менің көршім егде әйел, науқас. Оған кейде тамырға ине қою, қысымын тексеру керек болады. Әрине, өзім де істей аламын, бірақ ол ер адамнан қысылып қалады. Ал сіз әйелсіз, онымен сізге оңайырақ болар. Әрине барамын, деді Айжан қуана. Рахмет, дәрігер мырза. Сол күні ол жаңа мекенжайды жазып алды. Ал күйеуі Ерболмен енді тек таңертең ғана кездесетін. Тағы да қонақ бөлмедегі диванда ұйықтадың ба? Я, кеш келдім. Сені оятпай-ақ қояйын дедім. Кеше басым жастыққа тигенше ұйықтап кетіппін, деді ол көзін уқалап. Жалған сөздер аузынан оп-оңай төгілді. Айжан шаршаған шығарсың, байғұс-ай деп мейірлене, оған кофе құйып, бутерброд қойып, мен қосымша жұмыс таптым. Енді Алла қаласа қарыздарыңнан құтыламыз. Рахмет сүйіктім, тіпті ұялып отырмын. Саған осынша жұмыс істеуге тура келгеніне, деді ол екіжүзділікпен. Ішінен ол әйелінің еңбекқорлығына таң қалды. Бірақ баяғы әдетінен басқа елдерге деген әлсіздігінен бас тартпады. Уайымдама, деді Айжан күлімдеп. Біз ант бердік қой, байлықта да, жоқтықта да, ауруда да, саулықта да бірге болуға. Содан бастап Айжан бос уақытында үйге барып, күтім керек науқастарға көмектесетін болды. Кейде төсектен тұра алмайтын қарттарда кездесетін. Оларды аударып, жуындырып, тамақ беретін. Алмат Махамбетжанұлының көршісі өте сүйкімді, сөзшең әйел екен. Ол Айжанды шай мен бәлішпен қарсы алып, әңгімелескенді ұнататын. Кейде дәрігердің өзі келіп, дәрі-дәрмектер әкеліп кететін. Айжан, деді бір күні әжей, неліктен осындай ауыр жұмыспен айналысасың? Өзің де ауруханада жұмыс істейсің ғой, үйленбегенсің бе? Жоқ, тұрмыстамын, деп күлімсіреді Айжан. Күйеуімнің ісінде қиындықтары бар, көп қарызға батты. Сол үшін көмектесіп жүрмін.
Әй, мұндай еркек те бола ма деп ашуланды әжей. Өз мәселесін өзі шеше алмай, әйелін жұмысқа салып қойса, жоқ, ол мәжбүрлеген жоқ, өз еркіммен істеп жүрмін деді Айжан жай ғана. Нағыз ер адам бұған жол бермейді балам, деп басын шайқады қарт. Мен өмірімде көп нәрсе көрдім, мұндай еркектерге сенуге болмайды. Айжан орнынан тұрып, рахмет, шайыңыз әрдайым дәмді деді. Ай, кешір мені қызым, деді әжей асығып. Қайдағы жоқ, ақыл айтып, көңіліңе алма, кәріліктің әдеті ғой. Ол Айжанды есікке дейін шығарып салды. Ал қыздың көңілінде бір ауыр ой ұялаған еді. Әлде әжейдің сөзі рас па? Әй, міне есімнен шығып кетіпті, деді әжей өз-өзіне. Қарашы, кәрілік оңай емес екен. Біздің аулада бір жас әйел тұрып жатыр, уақытша. Сол бейшара қыз жүкті екен. Бүгін екеуміз телефонмен сөйлестік. Әлгі келіншектің жағдайы нашарлап бара жатыр дейді. Мүмкін барып көрерсің бе? Сенің көмегің қажет болып қалар. Қаңғыбас болса да адам ғой. Үстіне баласы бар. Әрине барам, деді Айжан бірден. Ол шай үстіндегі әңгімені ұмытып кетті. Төмен түс, деді әжей. Мен қазір қоңырау шалам, сені қарсы алсын. Алла жар болсын қызым, деп есікті жабарда бата берді. Сыртта Айжанды Қанат қызы қарсы алды. Қанат ұлы қарсы алды. Телефонмен сөйлесіп келе жатып, я, көріп тұрмын, келе жатыр. Жарайды, жап қазір, деп айқайлап жүрді. Сен Айжансың ғой, деді ол. Қызды басынан аяғына дейін шолып, жүр көрсетейін. Айжан оның соңынан ерді. Кішкентай әрі тар бөлме екен. Бұрышта ескі диван, үстінде жүкті әйел жатты. Айжан кірерде үйсіз-күйсіз біреу шығар деп ойлаған. Бірақ келіншек ұқыпты, таза киінген екен. Бет-жүзі жас, тіпті қыз десе де болады. Іші үлкен, уақыты жақындағаны байқалады. Бірақ оның жағдайы өте ауыр еді. Бүкіл денесі ісіп кеткен, жүзі қызарып, көзі шаршаған. Сәлеметсіз бе? Мен медбикемін. Атым Айжан. Рұқсат болса, сізді қарайын, деді ол жұмсақ үнмен. Қолынан ұстап, тамырын тексерді. Жүрек қағысы жиілеген, тонометрмен қысымын өлшеді. Бір жеріңіз ауырып тұрма? Я, басым жарылып кетердей, көз алдым бұлдырайды, деді әйел әлсіреп. Сізге тез арада ауруханаға бару керек, деді Айжан қатқылдау үнмен. Бірақ әйел басын шайқады. Балаңызды жоғалтқыңыз келе ме, деді Айжан қатқылдау. Жүкті әйел қорыққан көзімен қарап, тағы басын шайқады. Мен қорқам, менің ешқандай құжатым жоқ. Уайымдамаңыз, мен сізбен бірге барамын. Бәрін реттейміз, деді Айжан сендіріп. Ол жедел жәрдем шақырып сыртқа шықты. Айжан деген таныс дауыс естілді. Бұл Алмат Махамбетжанұлы болатын. Ол жұмыстан қайтып келе жатып, Айжанды көріп қалды. Кеш жарық, мұнда не істеп тұрсыз, деді ол. Сәлеметсіз бе? Сіздің көршіңіз емес, басқа жүкті әйел бар. Қысымы өте жоғары, денесі ісіп кеткен. Жедел жәрдем шақырдым, күтіп тұрмын. Сағатына қарады. Түн ортасы таяп қалыпты. Ерболға хабарласайын деді де, бәрібір ерте күтпейді ғой, деп телефонын қойды. Мүмкін көмегім керек пе, деді дәрігер. Шаршадым, бірақ кеткім келмей тұр. Білмеймін, оның құжаты жоқ, үйі де жоқ шығар. Айтуларынша осы жерге уақытша паналатыпты. Не істерімді білмей тұрмын. Мен перзентханаға хабарласайын, деді Алмат. Онда менің танысым бас дәрігер бар, түсіндіріп көрейін. Ол шетке шығып, телефон шалды. Келген жедел жәрдем әйелді қарап, бірден перзентханаға алып кету керек, деді. Мынау сізге, деді жүкті әйел әлсіз үнмен. Зембілге жатқызылған сәтте көмегіңіз үшін Қанат ұлына да рахмет айтып қойдым. Ол бір нәрсені орамалға орап Айжанның қолына ұстатты. Жоқ, керек емес, деді Айжан абыржып. Бірақ әйел көзін жұмып теріс бұрылды. Айжан әлгі түйіншекті сөмкесіне сала салды. Алмат қайта келіп, перзентханаға қабылдауға дайын, барлығын түсіндіріп қойдым, деді. Онда мен де барайын, деді Айжан жай ғана.
Олар жедел жәрдем көлігіне мініп, түн тыныштығын жара жарып, белгісіз тағдырды құтқаруға аттанды. Қыздың жағдайы жақсарғанына көз жеткізген соң, Айжан үйіне түн ортасында әрең жетті. Ербол әлі келмеген. Ол шаруадан әрең қозғалып, қалатын шешіп, зергерлік қобдишасын ашты. Сол сәтте жүрегі шым ете қалды. Онда дәл сондай білезік жатты. Жылан бейнесі, көздерінде ұсақ гауһарлар. Бірден түсінді. Екеуі бірдей. Жай ғана сәйкестік шығар деп өзін жұбатты. Бәлкім, біреу сол қызға осындай сыйлық берген болар. Ербол өзі айтқан ғой, ондай білезік екеу-ақ болған. Бірақ күмән жүрегіне баяу кіріп, маза бермеді. Келесі күні жұмыстан кейін Айжан перзентханаға барды. Кіру уақыты дәл келіп, оны ішке кіргізді. «Сәлеметсіз бе?» деді ол, палата есігін ашып. Кереуетте отырған жас әйелдің өңі бұрынғыдан әлде қайда жақсы еді. Айжанды көргенде жылы жымиып, «Мен сізді келеді деп ойлағанмын» деді. «Сізге бір сұрағым бар» деді Айжан сабырлы үнмен. «Маған берген білезік туралы. Ол сізге қайдан түсті? Және сіздің атыңыз кім?» «Атым Айман» деді ол күлімдеп. «Мүмкін сізге бәрін айтып бергенім жөн болар». Айжан тыңдай берді. Қан тамырындағы қан мұздай қатып қалғандай болды. Айман оқуға түсуге қалаға келген, бірақ ұпайы жетпей қалған. Ауылға қайтқысы келмей, жұмыс іздеп, кішкентай бөлме жалдап, ерлер шаштаразында администратор болып орналасқан. Ақшасы аз болса да күн көрісіне жететін. Бір күні салонға бір ер адам жиі келе бастады. Сымбатты, өзіне сенімді. Ол Айманды баурап алды. Қыз оны жақсы көріп қалды. Алғаш рет өмірінде біреуге жүрегін ашты. Сол сәтте оған ер адам сыйлық берді. Жылан бейнелі білезік. Қыз оны тағдыр деп сенді. Үйленеміз деп ойлады. Бірақ жүкті екенін айтқанда ол үнсіз конверт ұсынды да «Шеш өзің» деді. Содан кейін ізім ғайым жоғалды. «Оның аты Ербол» деді Айман ақырын. Айжанның қолындағы халаттың жеңі дір етті. Бәрі түсінікті болды. Содан кейін не болды деп сыбырлап сұрады ол. «Кейін мені жұмыстан шығарды» деді Айман. «Пәтер иесі де қуып шықты. Ал мен баладан бас тартқым келмеді. Ербол берген ақша 3 айға ғана жетті. Ауылға баруға батылым жетпеді. Әке-шешем онсыз да қала сені бұзады» деген. Біраз уақытқа дейін ұсақ жұмыстар істедім. Ішім біліне бастағанда ешкім жұмысқа алғысы келмеді. Құжаттарымды да жоғалтып алдым. Қанат ұлы мені балалар алаңында тауып алды. Ұйықтап қалыппын. Сол кісі мейіріммен үйіне алып келді. «Ал білезікті неге маған бердіңіз?» деді Айжан ақырын. «Ол алдымды еске түсіретін, ештеңе қалмасын дедім» деді Айман тыныш үнмен. «Қанат ұлына алтын алқамды бердім, ал сізге сол білезікті. Ол маған бақыт әкелмеді, бәлкім сізге әкелетін шығар». Құрметті оқырмандар, сіздерге бұл әңгіме ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар.